Сәлем достар, бұл Жусан Инвест. Қазмұнайгаз компаниясы IPO-ға шығуына аз күндер қалды. Осының алдындағы видеода Қазмұнайгаз қандай компания деген сұраққа жауап берген болсақ, бүгінгі видеода IPO-ға қатысты сауалдарға жауап беруге тырысамыз. Лайк басып, коммент жазуды ұмытпаңыз, ал біз бастаймыз. Халықтық IPO маңызы қандай? Бірінші сұрағымыз IPO-ның маңызы туралы болмақ. Неліктен бұл IPO-ға сіз бен біз, тіпті Қазақстанның ең шеткі ауылында тұратын азаматтар қатысуы керек деген сұраққа жауап іздеп көрейік. IPO-ға қатысу дегеніміз компания иелерінің біріне айналуды білдіреді. Ал Қазмұнайгаздың IPO-сына қатысу арқылы сіз компания үлескеріне айналасыз. Қазмұнайгаз дегеніміз не? Ол Қазақстанның жер астындағы табиғи байлығы мұнайды өндіріп, басқа елдерге сатып, тасымал жасайтын компания. Одан түскен ақша ұлттық әл-ауқат қорына түседі. Қазмұнайгаз акциясын сатып алған соң, сіз компания табысының бір бөлігін дивиденд ретінде алып отыруға құқылысыз. Дивиденд төлеу мәселесін компания акционерлері жалпы жиында шешеді. Егер IPO-ға қатыссаңыз, сізді де сол жиынға шақырады. Тарихқа үңілсек, халықтық IPO-ға шыққан компаниялар әдетте жақсы дивиденд төлейді. Осыған сәйкес Қазмұнайгазда акционерлеріне дивиденд төлеу ықтималы жоғары. Қазмұнайгаз не үшін IPO-ға шығып жатыр? Акциялары биржада сатылатын жария компания айналу шешімі компания басшылығы үшін стратегиялық маңызы қадамдардың бірі. Компаниялар не үшін биржаға шығады деген сұраққа жауап беріп көрейік. IPO-ға шығу себептері келесідей. Компания биржаға шығуға көптеген себеп бар, ал негізгілері келесідей. Капитал тарту. Жария компания опциондары мен акцияларынан қызметкерлерге өтемақы жасау. Бренд қалыптастыру үшін және барынша көп аудиторияны қамту мақсатында. Капиталдағы үлесімен басқа компанияны қосып алу үшін. Қалай дегенмен IPO компаниялар үшін инвесторлардан үлкен қаржы тарту мүмкіндігін береді. Ол әдетте банктен алатын несиеге қарағанда тиімдірек. Инвесторларға компаниядағы үлес беріледі. IPO туралы сенімді ақпаратты қайдан алуға болады? IPO туралы ақпаратты бірнеше жолмен алуға болады. Кассе. Бұл қазақстандық және шетелдік компаниялар акциясы жария түрде сатылатын қазақстандық қор биржасы. Қазақстандық қор биржасы жаңалықтары бөлімі IPO туралы сенімді ақпарат алуға болатын ресми дереккөздердің бірі. AX. Астана International Exchange биржасы 2017 жылы халықаралық Астана қаржы орталығын дамыту аясында құрылды. Ұлттық компаниялар IPO-сы AX биржасында да өтеді деп жоспарланған. Сол себепті AX сайтынан да ресми ақпарат алуға болады. Самұрық қазына. Самұрық қазына қоры жуық арада жекешелендіру бағдарламасы бойынша IPO-ға шығады деп жоспарланған компаниялардың иесі. IPO.sk.kz сайты IPO тақырыбына қызығатын инвесторлер үшін арнай жасалған. Жусан Инвесттің әлеуметтік желідегі парақшалары. Біз инвестиция туралы ақпаратты сізге ыңғайлы платформаларда жариялап келеміз. IPO кезінде осы тақырыпқа көбірек басымдылық беріп, сондай қор биржасына шығатын компаниялар туралы көбірек жазамыз. IPO-ға қалай қатысады? Егер Қазмұнайгаз IPO-сына инвестиция жасаймын деп шешім қабылдасаңыз, ең алдымен брокерлік шот ашу керек. Бірінші брокерлік шот ашасыз. Оны Жусан Инвест арқылы ашуға болады. Толығырақ видеоның төменгі жағынан таба аласыз. Шот ашқан соң қанша ақша инвестициялайтыныңызды анықтап аласыз. Брокерлік шотты толтырасыз. Осыдан кейін IPO бөлімінде қатысу үшін өтінім бересіз. Алдағы IPO-ға қатысудың қандай артықшылықтары бар? Әдетте IPO кезінде акциялар дисконтпен, яғни арзан бағамен сатылады. Сол себепті IPO-да акцияларды арзан бағамен сатып алып, сосын бағы өскенде акцияларды сату арқылы жақсы табыс табуға болады. IPO-дан түскен қаржыны компания әрі қарай дамуға және инновацияға салса, онда акция бағасы экспоненциалды түрде өсуі мүмкін. IPO инвесторлар үшін көбірек табыс табуға тамаша мүмкіндік береді. Мысалы, сіз 2004 жылы Alphabet Google-дың IPO-сына $1000 салып, оның акцияларын $85 сатып алғаныңызда, қазір сізде $1,500,000 болатын еді. Тағы бір мысал. Tesla компаниясы 2010 жылы IPO-да бір акциясын $17 сатты. Егер сіз сол кезде $1000 компания акцияларын сатып алғаныңызда, бүгін сіздегі бағалы қағаздар құны $1 миллион құрайтын еді.
Алдағы IPO-ға қатысудың қандай кемшіліктері бар? IPO нәтижесі қалай болатынын білу мүмкін емес. Жалпы айтқанда, IPO-ға инвестиция жасау тәуекелі көп іске жатады. Кез келген бағалы қағаз сияқты IPO да сізге табыс әкеледі деп ешкім 100% кепілдік бермейді. Facebook 2012 жылы IPO-ға бір акциясы $38 шықты. 6 айдан кейін әлеуметтік желі акциялары биржада $20 дейін түсіп кетті. Coca-Cola компаниясы 1919 жылы акцияларын $40 биржаға орналастырды. Бірақ бірінші жылдың соңына қарай сусын шығаратын кәсіпорынның акциялары $19 дейін құлдырады. Дивиденд төлейді деп ешкім кепілдік бермейді. Дивиденд төлеу мәселесі жалпы акционерлер жиында шешіледі. Екінші деңгейлі нарықта өтімділіктің болмауы. Кейбір компания акциялары көпшілік инвесторларға қызық болмауы мүмкін. Сол себепті осындай компания акциялары IPO-да сатып алған инвесторлар артынша қолындағы бағалы қағаздарды сата алмай қалады. Оларды өтімсіз акциялар деп атайды. Яғни акциялары алып және сатуға болатын екінші деңгейлі нарықта сату қиын. Депозит әлде IPO, қайсысына ақша салған дұрыс? Инвестиция IPO сізге тез байып кетуге немесе тұрақты өсім болады деп кепілдік бермейді. Осы мәліметті естігенде сіз үшін ақшаны көбейтіп және сақтауға депозиттен артық сенімді қаржы құралы жоқ болып көрінуі мүмкін. Депозитті КДК белгілі бір сомаға дейін сақтандырады, ал депозиттің кірісі ресми инфляциядан жоғары. Ал негізінде депозиттен түсетін кіріс ресми инфляциядан жоғары болғанымен, тауарлар бағасының шынайы өсімі мен инфляция деңгейі әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, флагмандық iPhone бағасы жыл сайын Қазақстанда орташа есеппен 20%-ға өсіп отырады. Инвестиция табысыңызды арттыру үшін жақсы мүмкіндік және ол арқылы инфляцияны қуып жетіп, тіпті басып озуға болады. IPO-ға инвестициялы акцияларды бастапқы бағамен сатып ала аласыз. Күшті компаниялар акциясы IPO-да сатылған бағадан төменге құлдырамайды. Біз барлық ақшаңызды депозиттен алып IPO-ға сал демейміз. Керісінше, сізде міндетті түрде депозит болу керек. Бірақ табысыңызды арттырудың ең тиімді әрі қауіпсіз жолы ақшаны жан-жаққа салу. Жұмыртқаның бәрін бір себетке салмаңыз қағидасын ұстаныңыз. Бір бөлігін депозитке, бір бөлігін долларда, басқасы теңгеде, ал қалғаны қор нарығына инвестициялаңыз. Егер қаржы құралдарының біреуі құлдырап жатса, екіншісі өсіп, сізге сол құлдыраудан келген шығынды өтеуі мүмкін. Достар, бүгінгі видеомыз пайдалы болды деп үміттенеміз. Лайк басып, коммент жазыңыз және Жусан Инвесттен шот ашып, алдағы IPO-ға қатысыңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.